жерде отырған кісілердің тең жартысынан астам осы курсымыздан өтіп, өз бизнестерін бастап, Қытайға заказ беріп қойған кісілер бар. Мысалы, міне артынан шығып жатқан Нұргүл ханым, тағана алдында бірнеше Айсамал ханымдар барлығы заказ беріп, уже тауарларын алдына алып, арты сол жолда келе жатыр. Яғни осындай тауарлар жеткізіп береміз, нақты логистикалық компаниямыз. Және де қазіргі таңда даму атты курсымыз бар. Бұл курсымыз қазір уже 24-ші ағым басталады. Қазір 24-ші ағымның уже 5-ші сабағына келдік. Енді 2 күннен кейін 24-ші ағым аяқталып, 25-ші ағым басталады. Уже даму курсымыз бар. Және де адамдардың, сақтап қоямыз, адамдардың сұранысына байланысты, яғни көп адамдар бұрын курс оқып кеткен кісілер болсын, оқымаған кісілер болсын, көп кісілердің айтатыны, яғни сабақ оқып болғаннан кейін ұмытып қаламыз, уақытымыз болмай қалады, сабақты уақытында көре алмай қаламыз деген сияқты. Үйреніп алған сабақтарын ұмытып қалған кісілер үшін, одан кейін өзінің үйренген білім тіпті де дамытып, өзінің бастаған бизнесін тіпті де жақсы көтеруге, деңгейге жеткізу үшін біз осы қазір арнайы 1688 деген кітапты тұңғыш рет осы Қазақстанда шығарып жатырмыз. Яғни бұл тек қана Қазақстанда емес, бүткіл дүние жүзінде 1688 деген кітап жоқ мүлдем. Енді Аллаға шүкір, осы Алланың қуатымен ең бірінші өзім шығарып жатырмын. Менің есімім Қымбат Бақытбекқызы. Көп кісілер танитын болуы мүмкін. Танымайтын кісілер үшін өзімді таныстырдым. Яғни осы Алишоп компаниясының негізін және де даму бизнес бастау курсының жетекшісі боламын. Қазіргі таңда осы сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Даму бизнес бастау курсының жетекшісімін. Және де 1688 тұңғыш рет әлемдер бойынша бірінші рет шыққан кітаптың негізгі авторы болам, яғни кітап жазып шығушымын. Бүгін міне осы 10-шы айдың 20-сы күні осы кітапты шығарып жатырмыз. Бүгіннен бастап уже сатылымға шығады. Алдын ала заказ берген кісілер бар. Сол кісілерге арнайы жіберетін боламыз почтасына, электронды почтасына. Қазір заказ бердіңіз ба? Өте керемет. Заказ берген болсаңыздар, сіздердің электронды пошталарыңызды біздің WhatsApp-қа жібересіздер. Қазір мен WhatsApp нөмір жіберем, сол арқылы сіздерге жіберетін боламыз. Жаңа өзімді таныстырып өттім. Негізі соңғы айда бізде 6000-нан астам шәкірт, яғни 8000-ға жуық шәкірттер тәрбиелеп шықтық. Яғни біз арқылы оқып, өз бизнестерін бастап, заказ беріп, енді интернет магазин ашып, және де өздерінің тауарларын алдыртып, сатып, тауыстап атқан кісілер бар. Осы курсымызға қатысып атқан кісілердің арасында. Және де өзім мысалы Қытай Халық Республикасында осы сату мен жалпы тауар сауда саласында көп айналысқан. Қазірге дейін уже 7 жылға таяу сауда саласында жүріп жатырмын. Сауда саласында, яғни интернет онлайн сауда, яғни тауарларды әкелгеннен кейін оны сату дегенің өзі бір проблема ғой, сата алмасаңыз, сізге табыс кірмесе, ол ешқандай сізге бизнес емес, сол үшін бизнес болу үшін бірінші тауар болу керек, және оны сатуды білу керексіз дегендей. Қазіргі таңда менің өзімнің осы сату жағынан тәжірибем жоғары болған себепті, Қытаймен бизнес жағынан осы Қытайлардың тауарын алып, неше жылдан бері жұмыс жасаған себепті, осы тәжірибелерім барысында даму курсында басқа кісілердің барлығына үйретіп жатырмын. Даму курсына қатысқан кісілерге курс қанша болып жатыр дейді. Курстың бағасын білгіңіз келсе, эфирдің соңына дейін отырыңыз. Бүгін осы 1688 кітабының ашылуына қатысқан кісілерге біз жеңілдікпен беретін боламыз. Қазір сол біздің осы Алишоп компаниямыздың негізі осы Қытай Халық Республикасында Иу қаласында складымыз бар, Алматы қаласында складымыз бар, және де Алматы қаласында Каусар бизнес центрінде біздің офисіміз бар. Егер Алматыдағы кісілер болатын болса, прямой біздің офисқа келіп, кітаптарыңызды алып, тағы басқа тауарлар жайында сұрақтарыңыз болса, бізге келіп араласып тұрсаңыздар болады. Біздің есігіміз қай кезде де сіздерге ашық. Және де осы жалпы Қазақстан бойынша 10.000-нан астам 20.000-ға жуық клиенттеріміз бар. Яғни постоянно біз арқылы тауар заказ беріп, бізден курс оқып, өз бизнестерін жандандырып, өз бизнестерін дамытып атқан кісілер өте көп. Егер де өз бизнесімді дамытамын, тауар алдырамын, тауармен айналысамын деген сияқты тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, біз кез келген уақыт ішінде сіздерге көмектесе аламыз. Сонымен қатар біздің бұл команда, сату командасы эксперт және складымыз. Бүгін тікелей эфирде отырған кісілерге мен беретін 3 бонусым бар.
үш бонус болған кезде бонус деп айтуға да болмайды, яғни сыйлығым бар, 3 сыйлығым бар. Тікелей эфирді басынан аяғына дейін қатысып, даже кітап алған кісілерге мен 3 сыйлықты беретін боламын. Яғни конкурс болады. Конкурста бірінші орын алған кісіге мен осы жаңағы даму, бизнес бастау курсын тегін беретін боламын, бірінші орын алған адамға. Екінші орын алған адамға мен 1688 тұңғыш әлемде болмаған кітабымды тегін беретін боламын. Үшінші орында болған адамға, яғни үшінші орын алған адамға бізге заказ беретін болса, заказды ешқандай пайызсыз, мысалы біз заказды 10% аламыз ғой, ешқандай пайызсыз заказын алатын боламын. Яғни үшінші орын алған адам кез келген уақыт ішінде заказ береді, бірақ біз оған ешқандай пайыз алмаймыз, қызмет алмаймыз, яғни тегін қызмет өтейміз деген сөз. Осы 3 адамды саралап шығатын боламын қазір 19-ыңыздың ішінен. Яғни сіздердің құрметтеріңіз үшін уақыттарыңызды шығарып, біздің осы қызу қуанышымызға ортақ болғандарыңыз үшін мен сіздерге сондай сыйлықтар беретін боламын. Және де біздің осы бүгінгі қатысқан 20 адамға сразу бере салатыным, ол 1688 сайтын қондыру, және де 200 кітапша, тағы басқа хит тауарлардың осы 2020-да жақсы өтіп атқан, қазір тренд болып атқан тауарлардың тізімдігін беретін боламын. Осы 3 сыйлықты сіздерге беремін. Сол үшін сіздер осы сабақты тыңдап, өздеріңізге пайдалы ақпараттарды алып, сұрақтарыңызға жауап алыңыздар. Көп сұрақтарыңызға қазір жауап алсаңыздар болады. Ары қарай кеттік, бірге болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, Жақсы, енді қазір бұрыннан бері біздің сабаққа қатысып жүрген болсаңыздар, ары қарай көп ештеңе айтпай қойсам да болады, барлықтарыңызға түсінікті. Егер де басқа сұрақтарыңыз болса, қазір сіздер қойыңыздар, мен сіздерге жалғастырып жауап беретін боламын. Мен ең қазір бүгін 1688 кітабының ашылуы болған себепті 1688 кітабында бізде не болып жатыр, не жаздық, сіздерге қазір дейін көрсететін боламын, 1688 кітабын. Қазір нақты живой ашып көрсете салайын, Так. Сіздерге енді 1688 кітабының бұны шығарудағы себебімізді жаңа айтып өттім. Енді бұл 1688 кітабы кімдерге арналған? Яғни курс оқып кеткендерге, және де енді курс оқығысы келіп жүргендерге, және де бизнесін бастап кеткендерге, және де бизнесін нөлден бастағысы келіп жүргендерге, студенттерге, үйде табыссыз отырған аналарға, жұмысынан айырылып қалған жұмыссыздарға, және де өздерінің бизнестерін онлайн бизнеске айналдырып интернет магазин ашқысы келгендерге, және де сатуды білмейтін, сату техникасын білгісі келгендерге, және де бизнес бастайын деп бастай алмай қорқынышпен жүрген адамдарға қорқыныштарын жеңу үшін, өздеріне сенімділік алу үшін, білімдерін толықтау үшін, жалпы Қытаймен бизнес, тендер, солардың барлығын осы сондай адамдардың барлығына арналған, және осы кітапта соны нақты жаздық. Енді мен сіздерге осы кітапты көрсетейін. Мінекей 1688 кітабы нөлден бизнес бастаудың төте жолы, яғни қазақша жолы, Қараңыздар, біздің Алишоп компаниясының хикаясы, яғни Алишоп компаниясы қалай құрылды, нөлден қалай бастады, яғни біздің басқан тұрғанымызды нөлден бастап менің өзім қалай осындай ашуға келдім, оны кімнен үйрендім, оны қалай дамыттым, қандай тәжірибелер алдым, Қытайлардан қандай тәжірибе алдым, олар қалай жұмыс жасайды. Соның барлығын общий 8 жылдық менің немді осы Алишоптың құрылуының тарихының басынан аяғына дейінгісін айтатын боламыз. Және де қорқыныш пен қиындық, яғни осы сіздердің де мысалға енді осы бизнес бастаймын деп атсаңыздар, қорқып атсаңыздар, қиындықтар болып атса, сіздерге кедергілер болып атса, мен өзім оны қалай жеңдім, және оны қалай жеңу жолдарын айтатын боламын. Жаздым, яғни бұл кітапқа. Сонымен қатар бизнесте табандылық қажет, яғни көп кісілер бизнесті бастайды, бастағаннан кейін тастап кетеді, себебі алдырған тауарлары уақытында келмей қалады, күтпейді, сабырлық қылмайды. Сонымен қатар жаңағыдей тауарына сразу заказ түспейді, соған табансыздық білдіріп тастап кетеді, или андай мындай. Общем, кез келген сылтаулармен тастап кетеді адамдар. Көп адамдар не үшін бастағаннан кейін
жүргізе алмайды, өйткені адамның идеясынан табандылық керек әр нәрсеге. Сол табандылықты қалай өзімізге түйіндейміз, оны қалай табандылық көрсетіп дамытамыз. Соның барлығын өзімнің басымнан өткен тәжірибелерімді жаздым. Яғни мен қателескенде қателеспеудің жолын жаздым. Яғни мен өзім қателестім, осындай уақыт, 7 жыл уақытымды жұмсап, бірақ Аллаға шүкір сол қателесудің арқасында қазір осындай кітаптар шығарып, осындай компаниялар құрылып дамытып жатырмын. Бірақ та сіздерге 7 жылғыны 7 күнде үйренетіндей кітапты жаздым, яғни қателеспеудің жолдарын жаздым. Сонымен қатар бизнесте қандай проблемалар бар, яғни бізде қандай проблема бар. Бізде мысалға көптеген проблемалар бар ғой, ақша жоқ, уақыт жоқ, компьютер білмеймін, сотка білмеймін, тағы басқа өте көптеген проблемалар бар. Сіздерде әлі бастарыңызда шеше алмай жүрген, бизнес бастап табыс тауып кетулеріңізге болып жүрген идеалық жақтан болсын, өздеріңіздің экономикалық, физикалық бәр жақтан сіздерге беретін проблемалар бар. Соларды қалай шешу керек, солардың барлығын жаздық мына жерге. Сонымен қатар сенім болғанда кез келген адам кез келген жұмысын жасай алады. Сенім ең бірінші адамда болуға тиісті нәрсе. Соны жаздық. Сенімді қалай қалыптастыру керек, сылтаудан қалай арылу керек, жақсы ой, жақсы нәтиже. Яғни сіз алдымен өзіңіздің ойыңызды өзгертсеңіз, сізден жақсы нәтиже болады. Сол жөнінде, яғни қандай жақсы ой өзіңе қалыптастыру керек, оны қалай нәтижеге айналдыру керек. Яғни минус болып тұрған, сізге кедергі болып тұрған нәрседен плюсына қарай пайдалану. Яғни мысалы біз карантинда онлайн бизнес жасап пайдаландық қой, оны наоборот карантинда біз табыс көп таптық, онлайн бизнес жасап жатқан кісілер. Сол жайында жазамыз. Және де жоқ десең жоқ болады. Шынымен ғой, сіз жоқ деген сайын жоқ болады. Көп кісілер сіз бизнес курсын оқып, бизнес жасаудың жолын үйреніп алып, бизнесіңізді бастап кетсеңіз, ақша тапсаңыз десе, жоқ, менде уақыт жоқ, жоқ, менде ақша жоқ деген сияқты көптеген проблемалар, сылтаулар болады. Осыны қалай жеңеміз, осыған қалай дайын боламыз? Яғни өзіміз бизнес бастаудан бұрын өзімізді дайындау керекпіз. Сразу өзімізді дайындамай бастап кетсек, кішкене кедергілер болуы мүмкін. Сол кедергілерге ұшырамау үшін, қысқа уақытта жақсы бизнестен табыс алу үшін соған дайындық қалай көреміз, соның барлығын жаздық курста. Яғни бұл дейтін жаңағы нөлден бизнес бастағысы келіп жүрген, нөлден бизнес ашқысы келіп жүрген, онлайн бизнес ашқысы келіп жүрген кісілерге, және бар бизнесін дамытып онлайн интернет арқылы карантинда бос отырмай ақша тапқысы келген кісілерге арналған кітап. Және де 1688-дің шетелдегі сайттардан айырмашылығы, және 1688-дің артықшылықтарын қалай қолдануымыз керек, солардың барлығын жаздық. Және де Қытай мен бизнесті дамытуға қажетті заманауи құралдар. Қытай мен бизнесті, яғни Қытай мен бизнес дегеніміз енді Қытайдан тауар алу ғой, делдалсыз тауар алу. Қытайдың зауыттағы, яғни прямой зауыттар өндіріп атқан зауыттан тауар алу ғой, Қытай мен бизнес деген сөз. Яғни зауыт бағасымен алу, Қазақстандағы бағадан төмен алу деген сөз. Төмен алу деген сөз. Енді біз соны Қытайдың прямой зауыттағы бағасымен қалай аламыз? Яғни Қытай мен бизнесті қалай бастаймыз, қалай жүргіземіз. Соны бастағаннан кейін сол Қытай мен бизнеске қажетті сату өнері, SMM, Instagram, Target, тағы басқа өте көптеген құралдар бар ғой. Сол қандай құралдар керек, соның барлығын айтып үйрететін боламыз. Сонымен қатар онлайн бизнесті қалай дамытамыз, интернет магазин қалай ашамыз, соның басқыштарын барлығын жаздық. Курсқасыне кітаптан сіздер осының барлығын үйрене аласыздар. Өтімді реклама, яғни қандай реклама өтімді болады? Көп кісілер қазір тауар алдырып алған, бизнесін ашып алған, реклама жасай алмай жатыр. Реклама деген сөз клиент қой, реклама бар болса клиент бар деген сөз. Соны жасай алмай жатқан кісілер бар да, жолын білмей жатқан кісілер бар, қалай салсақ дұрыс басы қатып жатқан кісілер бар. Соларға дұрыс салудың дұрыс реклама, өтімді реклама қандай болады, соның барлығын жаздық. Қызмет 10% бізде. Так, қараңыздар, қазір мына сабақтың соңында конкурс болады. Конкурстан өткен адамдарға пайызсыз заказ әкеліп береміз. Сол үшін зейін қойып тыңдап отырыңыздар, тікелей эфирден түспей. Эфирден түсіп кеткендер ол пайызды аламайды. Сонымен қатар Қытайдың сату өнерінің 5 құпиясы. Яғни мен өзім Қытайдың компанияларында өзім жұмыс жасадым деп айттым ғой сіздерге. Қытайдың сату өнері әлем бойынша бірінші, оған мойындайсыздар. Өйткені Қытайдың тауары 99%, әлемнің 99%-ын иелеп жатыр. Не үшін? Өйткені олардың сату өнері
бизнес жасауы, жалпы бизнеске деген өздерінің милары өте керемет, өте жобалары өте мықты. Соларды мен өзім Қытайда жүріп үйреніп келдім, және де тәжірибе жасадым, жұмыс жасадым. Сол Қытайдың қалай дамытып жатқан сату өнерінің құпиясын сіздерге айтатын боламын. Сонымен қатар дамуыңа күш беретін білім, білесіздер. Бастама, бастаған соң тастама. Және де мына жерде бір тақырып қалқапты, соны қоса кетейін. Және де әлемге әйгілі 1688 сайты, әлемге Қытаймен бизнестің көзі, 1688 сайты, 1688 сайтынан қалай тауар іздейміз, қалай реттейміз, қалай сапалы тауар табамыз, зауытқа қалай заказ береміз, тауарды сапасын қалай тексереміз, және де тауардың құнын қалай есептейміз. Соның барлығын жаздық сіздерге. Яғни бұл бір тарау полный Қытаймен бизнес. Сонымен қатар Қытаймен бизнестің жасаудың дұрыс жолы. Яғни Қытаймен бизнес жасап жатқан кісілер бар, дұрыс жасап жатқан кісілер жоқ. Барлық кісілер ойбай деп курс оқып алады, немесе оқымайды, ютубтан бірдеңеден көре салады, әйтеуір бір болмайтын бір 10% ақпарат алады, сонымен бастап кетеді, бірақ та қателесіп жатады, түсінбеушіліктер болып жатады, андай мындай, в общем, өзінің негатив ойы бар деген сияқты. Солардың бәрі кедергі болып, дұрыс жасап табыстап алмай жатқан адамдар. Соларға дұрыс қалай жасап жатырмыз? Алға шүкір, біз дұрыс жасап жатырмыз. Сол дұрыс қалай жасап жатырмыз, соны осы кітапқа жаздық. Сонымен қатар Қытаймен бизнесті дұрыс жасап қалай табыс табу, тікелей зауыттан тасымалдаудың жолдары, яғни тікелей зауыттан қалай тасымалдаймыз Алматыға тауарды, соны жаздық. Сонымен қатар Қытаймен бизнестегі қателіктер, яғни Қытаймен бизнес жасап қателесіп жатқан кісілер бар, тауардың сапасын дұрыс тексере алмай жатқан, алдырған тауарлар бірақ болып жатқан, тағы басқа да өте көп деген қателіктер бар. Солардың барлығын жаздық және қателеспеудің жолдарын жаздық. Сонымен қатар табысты 10 тауар саласы. Өздеріңіз білесіздер, мен осы бизнеспен айналысқаннан бергі 7 жылдағы именно Қазақстанда қандай тауар саласы өтеді, именно қандай сала көп табыс әкеледі. Яғни көп кісілер оқиды, курсқа бизнесін бастайды, білмейді, бірақ та нарықта қандай бизнес жасау керек, нарықта қалай бизнеспен айналысу керек, қай тауармен айналысу керек, басы қатып жүрген кісілер бар. Біресе колготкиді алып сатады, біресе 3D экранды алып сатады, біресе басы қатып жүрген кісілер бар да. Соның именно өзіңіздің аудиторияңызды дұрыстап, қалай дұрыс тауар талдау, қалай бизнес жақсы табыс әкелетін бизнеспен айналысу жолдарын көрсететін боламыз осы кітапта. Сонымен қатар 10 саланы ұсынамыз. Сонымен қатар Қытайдың бизнес тез дамуының себебі, яғни білесіздер ғой, болады, Қытайдың білесіздер ғой, Қытайға заказ беріп, Қытай бизнесінің тез дамуының себебі, Қытай дамып жатыр да, уже дамып жатыр, бүткіл дүние жүзіне тауарын сатып жатыр. Ең бай мемлекет мысалға, бай мемлекеттер қатарына ілінді уже да Қытай. Адамдар да көп, барлығы білімді, бәсекелес көп. Олар қалай дамуы не себеп, солардың дамуының не себебі бар, соны өзім мысалға зерттегем, яғни бұрыннан бері сол Қытайда тұрғаннан кейін білеміз қыр-сырларын. Соны жаздық бұл кітапқа. Адамдарға сұрақ болып жүрген сұрақтың жауабы деген сөз. Сонымен қатар, яғни сіз олар қалай дамып жатқан себебін үйреніп алып, өзіңізде сол арқылы дамытсаңыз болады. Өз брендіңізді қалыптастырыңыз, өзіңіз, мысалы біз Алишоп деп қымбат даму академиясы деп өз брендімізді қалыптастырып жатырмыз ғой, Алишоп деп даму деп. Сол өз брендіңізді қалай қалыптастырып, әлемге қалай танымал боласыз, яғни сіз танымал болған кезде табысыңыз да көбейеді ғой, соның жолдарын үйрететін боламыз. Сонымен қатар тендер, білесіздер, тендер дегеніміз, яғни сіз Қытайдан бір тауарларға, мысалға өзіңіз осы Қазақстандағы мемлекеттік тендерлерге қатысасыз да, содан бір 1000 штук, 500 штук, 2000 штук, 5000 штук тауар ұтып аласыз. Бір тауардың өзінен сіз 5000 теңге пайда көретін болсаңыз, мысалға 500 штуктен 5 миллион теңге пайда көресіз, сол сияқты соның жолдарын тендерді жаздық осы неге кітапқа. Бастаған соң тастама, яғни бизнесін бастап дамыта алмай жатқан кісілерге бизнесін қалай бастауды, қалай дамытуды, қалай тастамауды, яғни жалпы өзімнің осы кітап жазу деңгейіне дейінгі, компания ашып дамыту деңгейіне дейінгі өзімнің алған курстардан алған тәжірибемен, өзімнің қолыммен жасап, маңдай теріммен жинаған тәжірибелермен білімдерімді осы кітапқа қондырдым. Осы 1688 кітабына қондырдым. Енді мен бүгін соны бастап сатылымға шығарамын. Бүгін міне ашылуы болып жатыр.
осы ашылуға қатысқан қадамдарыңызға өте көп рахмет. Сіздерде бұйыртса осы кітапты оқып, осы менің тәжірибелеріммен, үйренген білімдеріммен, курстардан алған білімдеріммен, Қытайдан алған білімдерімменен күнделікті алған тәжірибелерімді сіздерге дәл қазір алуларыңызға мүмкіндік беремін. Яғни қазір кеттік. Сразу айта салайын уже. Сіздерге түсінікті болды ғой Қытайдан не жазылған. Бұл менің 7 жылдық тәжірибем, Бұл менің 7 жылдық тәжірибем. Яғни ішкі Қытайдың зауыттары, мысалға 1688 сайтында зауыттар көп қой. Мысалға мына куртканы көріп отырсыздар, бір зауытта 200 қанша юан, 90 қанша юан, бір зауытта 30 юан деп тұр. Арасында бірге бір қосып тұр, бір зауытта 4000 теңге, бір зауытта 8000 теңге да. Ол қалайша? Мына сіздер 1688 үйреніп алдық деп ойлайсыздар 1500 теңгелік курстан. Бірақ та ол 1500 теңгелік курста қайсы зауыт, қайсы магазин сіздерге ажыратып, қайсы сапалы, қайсы сапасыз, қайсы дұрыс алу керек, қайсы зауытпен жұмыс жасау керек, ештеңе айтпайды ғой. Просто кіресің, басасың, бүйтесің, сөйтесің, ондай нәтиже жоқ. Одан алып көрген адамдар бірақ та алдырған тауарлары сапасы шығып жатыр. Себебі не? Олар дұрысты, ішкілікті, нақты білімін үйретпеген деген сөз. Ал енді бұл кітапта барлығын үйретеміз, және де даму курсында да толыққанды үйрететін боламыз. Аумин. Енді сату өнерін үйретеміз. Үйде отырып табыс табу. Жалпы бұл кітапты алсаңыздар, ол сіздердің өздеріңіздің білімдеріңізге, бизнес бастауларыңызға құйған ақшаларыңыз. Яғни сіздер бұл кітапты алған ақшаларыңызға өздеріңіз ертең сол ақшаларыңызды еселеп тауып алуларыңызға мен сенемін. Яғни өйткені бұл жерде менің өзімнің қазір мен Аллаға шүкір табыс тауып жатырмын ғой, сол мен сияқты осы менің 7 жылдағы табыс табуға, жақсы табыс табуға жеткенге дейінгі қателіктерім мен тәжірибелерім, қалай дұрыс жұмыс жасаудың жолдарын осы жерге жаздым. Енді сіз алыңызда 7 жыл адаспай 7 күнде үйреніп бастап кетіңіз бизнесіңізді, яғни табыскер болыңыздар, Яғни бұл кітапты алып оқысаңыз, сіз ертең ұмытып қалсаңыз қайтадан көре аласыз. Кез келген уақыт ішінде өзіңізге қажетті, өзіңіз жұмыс бастау барысында қажетті тақырыптарды күніге көріп, үйреніп, жасап, бірге бір істеп отырасыздар. Яғни бұл сіздерге бір ұстаз, яғни бұл кітап сіздерге бір ұстаз болады, сізді жетектеп отырады әрдайым, Ал енді кеттік. Кітаптың бағасын айтайын. Аумин Алла. Бұл кітаптың негізгі құны 15.000 теңге деп шештім. Бірақ бұл жерде бұл кітапқа қойылған ақпараттар 15.000 теңгеден көп. 15.000 теңгеден көп. Яғни бұл жерде сату өнері жатыр. Сату өнерін сіздер елдерден үйренесіздер 50 мыңға. Қытаймен бизнес жатыр. Қытаймен бизнесті кемі жаңа бір кісі айтты ғой, 29 мыңға үйрендім біреуден деп. 30 мың деші, 30 мың кетті ма? Сонымен қатар тендерді кемі 50 мыңға үйренесіз, ең аз дегенде тендер кетті. Сонымен қатар интернет магазин ашу, біреуден интернет магазин ашуды үйрену үшін кемі 60 мың теңге кетеді. Сонымен қатар бизнесіңді дамыту, яғни бизнесіңді дамыту деп 150 мың теңгеге елдер курс оқып жатыр, шомбайлар. Сонымен қатар жаңағы үйде отырып табыс табу или болмаса реклама құралдарын үйретіп жатыр басқалар, яғни реклама құралдары да бар бұл жерде. Реклама құралдарының өзін кемі бір 80 мың теңгеге үйренесіз, заманауи реклама құралдарын, Сонымен қатар одан да көп сату өнері бар, тағы не? В общем, жаңа сіздерге айтып өттім ғой бәрін, тауар саласы талдау, өз бизнесіңді дамыту, солардың барлығы негізгі құны 320 мың теңгелік курс бар бұл жерде. Курстардың жиынтығы бар да, жиынтығы нақты керекті жері ғой, түртетін жері ғой. Сол жиынтықты мен қазір 15 мың теңгеге халықтың жағдайына келу үшін 15 мың теңгеге қойдым. 15 мың теңгеге қойдым. Және де тура қазір тікелей эфирде отырып тапсырыс бергендерге мен небәрі сіздерге қызық па осы кітап қызық па? Яғни оқып өз бизнестеріңізді бастап дамытқыларыңыз келе ма? Или болмаса бар бизнестеріңізді дамытқыларыңыз келе ма? Егер де сіздерге қызық болса, өз бизнестеріңізді шынымен оқып, менің тәжірибем, үйренген, білімген тәжірибелерімді алып дамытамын десеңіздер, онда мен сіздерге қазір бас тарта алмайтын өте жақсы мүмкіндікті ұсынамын.
егерде дайын болсаңыздар, осы кітапты оқып өз бизнестеріңізді бастап кетуге дайын болсаңыздар, мен сіздерге қазір өте жақсы мүмкіндікті ұсынатын боламын. Дайынсыздар ма? Аха, дайынбыз, өте қызық деп жатыр, Жақсы, онда дайын болсаңыздар, мен сіздерге онда осы нені қоя берейін. Яғни тура қазір тікелей эфирде отырып төлем жасаған алғашқы 15 адамға, қазір 30 адам отыр ғой, 50% адамға мен алғашқы 15 адамға небәрі 4990 теңгеге беремін. Яғни құны 320 мың теңгелік кітапқа бүткіл курстардың 320 мың теңгелік курстардың жиынтығы 1688 әлемде болмаған тұңғыш реткі шығарылған кітаптың өзінің бағасы 15 мың теңгеге қойдым. Және де тура 15 мың теңгелік кітапты қазір уақыттарыңызды шығарып, біздің мына қуанышымызға қатысып, ашылуға қатысып отқандарыңыз үшін, 1688 кітабының ашылуына қатысқандарыңыз үшін мен сіздерге небәрі 4990 теңгеге беремін. Тек қана тікелей эфирде беремін. Тікелей эфирден кейін 24 сағат ішінде төлем жасаған кісілерге 9990 теңгеге беретін боламын. Кітаптың құны 320 мың теңгелік курс құны бар. Оны 15 мың теңгеге халықтың жағдай көтере алу үшін 15 мың теңгеге келістірдім. Және де дәл қазір тікелей эфирде төлеген кісілерге 4990 теңгеге беремін. Жоқ, жасай алмаймын бір айдан кейін. Өйткені мен ай сайын ашылу жасап тұрмаймын ғой. Бұл міне тұңғыш реткі ашылу, және де кітаптың соңғы реткі жеңілдігі болады 4990 теңге. Тура қазір төлем жасап үлгергендерге, тікелей эфирде отырып төлем жасап үлгергендерге бұл кітапты небәрі 4990 теңгеге беремін. Алдыңғы 15 адамға үлгеріңіздер, Тура қазір осы кітапты не істейсіздер? Төлем жасап WhatsApp-қа жібересіздер. Яғни біздің мына менеджер қыздардың WhatsApp-тары бар. Сол қыздар сіздердің тізімдіктеріңізді орын алып қояды. Тек қана 15 адамға беремін. Түсінікті ма? Себебі бұл жерде жаңағыдай ғой, мысалы көп адамдар ойлайды да, кейін абалам андай мындай деп, бірақ та ол кісілер уже андай өздерінің бір жеңілдіктерін, мүмкіндіктерін жіберіп алады да, кейін 15 мың теңге болады. Сіз 15 мың теңгеге алған жақсы ма, жоқ 5 мың теңгеге алған жақсы ма, Енді жібереміз. Курс оқығандарға да қазір мына тікелей эфирде отырғанның тең жартысынан астамы курс оқығандар. Бұл яғни курс оқығандарға беретін баға десем де болады, 4990 теңге. Яғни бұл ашылуға бізге тек қана курс оқыған кісілер қатысып отыр. Оқымағандарға да қолымызға қашан аламыз дейді. Тура қазір осы сабақтан кейін барлықтарыңызға жіберетін боламыз. Яғни WhatsApp-қа чекті жібересіздер, хабарласасыздар, мен міне төлем жасадым, маған кітапты жібер деп. Біз жіберетін боламыз. Жарай ма? Және де сіздерге айтатыным, бұл кітап заңды түрде тіркелді, және де заңды түрде қорғалған кітап. Яғни бұл кітапты алғаннан кейін басқа біреуге жіберуге, біреуге сатуға, алаяқтық жасауға жол қойылмайды. Яғни бұл құқығы қорғалған, авторлық құқығы қорғалған. Яғни ондай жағдайлар болатын болса, біз заңдық түрде қорғалған, заңдық тұрғыда шешетін боламыз. Түсінікті ма? Сіздерге ескерту. Жақсы, онда кеттік. 15 орынның қазір уже міне 3 адам тіркеліп болды. Соңғы 12 орын қалды. Өзінің бағасы 320 мың теңгелік курстың жиынтығы, яғни 15 мың теңгелік кітапты тура қазір тікелей эфирде отырып төлеген алғашқы 15 адамға небәрі 4990 теңгеге беретін боламыз. Жақсы, онда кеттік. Бүгінгі мүмкіндікті жібере алмаңыздар. Бұл сіздерге бізден курс оқығандар үшін. Яғни қазір оқымағандарыңыз болса да, осы оқығандардың мен бірге тікелей эфирге шығып отқандарыңыз үшін бұл мүмкіндікті жібермеңіздер. Қазір осы мүмкіндіктен пайдаланып алыңыздар. Сосын кейін мен сіздерге конкурсымды бастайтын боламын. Бірақ та мен күтемін. Қазір осы 15 орын аяқталғанша. Так, кеттік. Кітапта не жазылған білмейтін кісілер бар ма? Қайтадан айтайын ба, айтпай қояйын ба?
Жарайды, уақыт берейін. Енді сіздерге бір 5 минут уақыт берейін. 5 минуттың ішінде аламын, оқимын, бизнесімді бастаймын, қымбат ханым сияқты мынандай табыскер боламын, бизнес ашамын, Қытаймен бизнесті дамытамын, или болмаса өз бизнесімді дамытамын деген кісілер болса, бастап кетіңіздер. Қазірден бастап кітапты алдыңыз, все, бастадыңыз деген сөз бизнесті. Яғни сіз оқисыз, оқып жүріп жасайсыз практика жүзінде, дұрыс па? Оқисыз, оқып жүріп практика жүзінде жасайсыздар. Тікелей эфирден түспей отырыңыздар. Қазір мына конкурс бастаймыз. Конкурста білесіздер, бірінші орын алған адамға даму бизнес бастау курсын тегін беремін, екінші орын алған адамға кітап беремін, үшінші орын алған адамға заказ берсе еш пайызсыз заказын жіберіп беріп отыратын боламыз. Бұл 3 орындық орын бердім конкурсқа қатысу үшін. Осы сабақтың соңына дейін отырыңыздар. Және де кітапқа қазір уже 5 адам тіркеліп болды. Соңғы 10 орын қалды. Уже адамдар түсіріп жатыр, бірінен кейін бір жазылып жатыр. Үлгеріңіздер, орын саны шектеулі. Эфирден кейін жазылам деген кісілерге, егер орын қалмай қалатын жағдайда, уже қымбаттайды, кітаптың бағасы өз бағасы болады. Тек қана тікелей эфирде отырған кісілерге. Бизнесімді бастаймын, кітабым қасымда мәңгі жүреді, Қытаймен бизнесті оқысам да ұмытып қалмаймын деген кісілер болса, қазірден бастап мүмкіндікті жіберіп алмай қозғалсаңыздар болады. Төмендегі Каспий Голдқа төлейсіздер, чек жібересіздер, сосын электронный пошталарыңызбен, аты жөндеріңізбен бүткіл ақпараттарыңызды жазасыздар. Кітаптың құны 4990 теңге. Қазір тікелей эфирде төлегендерге, тікелей эфирде отырып төлегендерге 4990 теңге болады. Енді көрдім, дым түсінбедім дейді. Кітап 1688-дің кітабын ашылуын жариялап жатырмыз. Кітапта не жазылғанның барлығын жаңа айтып өттік. Кітапта не жазылды, бәрін айтып өттік. Түсінбей қалған кісілер болса да тағы бір рет айтып өтейін. Қытайдың 1688 тауардан, Қытайдан Қазақстанға қалай тауар алуды үйретеміз кітапта. Екінші 7 күнде нөлден бизнес бастауды үйретеміз. Менің 7 жылда бастап дамытқан, осындай дәрежеге жеткізген курс бизнесімді сіздерге 7 күнде қалай бастап дамытып кетуді үйретеміз. Сонымен қатар бизнес бастаудағы қорқыныштан арылу, яғни көп кісілер бизнес бастайын дейді, бірақ қорқады да, андай боп қалмайын ба, мындай боп қалмайын ба, ақшам жоқ қой, бүйтіп қалмайын ба, сөйтіп қалмайын ба деген. Сол сияқты қорқыныштарынан арылып, яғни тауар алып, заказ жинап, бизнес бастауды үйретеміз. Сонымен қатар 1688 сайтының сіздер білмейтін ішкі Қытайдың заводтарын үйретеміз, көрсетеміз. Сонымен қатар 1688 сайтына тіркелу, 1688 сайтын қондыру, сапасын дұрыс талдауды үйретеміз, Асемай? Есікті жабасаш? Баннер жасабасың ба? Сапасын дұрыс талдау, яғни 1688-ден клиентке ұялмай саталатын жолдарын үйретеміз. Сонымен қатар Қытайдың заводтарындағы ең арзан бағаларды, ең арзан заводтар табуды 7 жылдық тәжірибемді қоса кетем. Сату өнерінің құпиясын үйретем. Қытайлар қалай тауарларын сатып жатыр, дүние жүзін қалай жаулап сатып жатыр, соларды үйретемін. Сонымен қатар үйде отырып табыс табуды, мысалы баласы бар аналарды үйде отырып қалай табыс табу керек, қалай интернет магазин ашу керек, солардың барлығын жаздық. Кітап. Қазір тікелей эфирде кітаптың құны 15 000 теңге, 320 000 теңгелік курстың жиынтығы бар. Тура қазір тікелей эфирде төлем жасаған, қазір уже міне 8 орын қалды. Соңғы 8 орынға үлгергендерге небәрі 4990 теңге болады. 4990 теңгеге қазір төлем жасау үшін Каспий Голд нөмері мынау міне. 8-700-987-0702 нөмеріне төлем жасап, біздегі қыздар, менеджер қыздардың қайсысы бар, WhatsApp, соған жіберсеңіздер болды, Киімнің сапасын үйретесіз ба? Үйренесіз. Сапасы қалай талдау? Сонымен қатар 1688 сайтын қалай тіркеу, қалай қондыру? 4990 теңге. Кітапты алып не істейсіз? Бизнес бастайсыз, ақша табасыз, бизнес бастап табыс табасыз, үйде отырып бизнес бастайсыз, интернет магазин ашасыз, офис ашсаңыз да болады. Не істейсіз? Не істегіңіз келеді? Бәрін істейсіз ғой. Ол жерде қалай бизнес бастау, қалай интернет магазин ашу, қалай үйде отырып табыс табу, Қытаймен бизнесті қалай бастау, Қытаймен бизнес жалпы
тауар саласы, тауарды қалай алдырту, қалай тауар арқылы жұмыс жасау, клиенттермен қалай жұмыс жасау, қалай сату, соның барлығын осы кітапқа жаздық. Яғни 16-88 кітабы бүткіл әлемде болып көрмеген, ешкім жазуды ойланбапты екен, біз ойлап жатырмыз, Аллаға шүкір. Өйткені 16-88 күніге көретініміз 16-88 болғаннан кейін көре алмай жатқан кісілерге, үйрене алмай жасай алмай жатқан кісілерге өзіміздің жасап жатқан жұмысымызды бірге бір жаздық. Соны үйреніңіз да сіз де бастап кетіңіз. Иә, адам жасағанда адам жасайды. Адам жасағанда адам жасайды, иә. Так, курс бағасы қанша дейді? Қазір тікелей эфирде отырып курсқа қатысамын, кітапты да аламын деген кісілерге, курсқа қатысқан кісілерге кітапты қосып беретін боламыз. Яғни курстың негізгі бағасы бізде 70 000 теңге болған, бірақ тікелей эфирде отырып төлем жасаған кісілерге кітаппен қоса не бәрі 28 500 теңгеге беретін боламыз курстың бағасын. 28 500 теңге. Так, төлем жасасаңыздар 8 700, қазір мен мына WhatsApp нөмір. Сен нөмірің қандай еді? 8 708 171 46 84 нөміріне төлем жасаған кісілер чекті жібересіздер, сосын кейін сіздердің пошталарыңызбен қосып, аты жөндеріңізбен қосып бүткілін бірақ жазыңыздар, иә. Так, бірінші заказ құны қанша дейді. Өзіңіз білесіз, 500 теңгеге заказ берсеңіз де пайыз алмаймыз. Осы тікелей эфирде қазір конкурстан ұтқан адамдарға болады, иә. Курстың бағасы қанша дейді. 28 500 айттық. Қазір тікелей эфирде төлем жасағандарға 70 000 теңгелік курсты 28 500 теңгеге береміз. Тікелей эфирде отырып кітап алған кісілерге өзінің бағасы 15 000 теңгелік тұратын кітапты небәрі 4990 теңгеге беретін боламыз. Тікелей эфирде отырған. Қазір уже соңғы 5 орын қалды. Соңғы 5 кітап қалды. Былайша айтқанда кітап қалды дегенде соңғы 5 орындық жеңілдіктің орны қалды. Қазір тікелей эфирде отырып төлем жасап үлгеріп алыңыздар. Бұндай мүмкіндік болмайды. Бұндай мүмкіндік бүгін ашылу болған себепті сіздерге курс пен кітаптың айырмашылығы дейсіз ба? Курс ол арнайы оқып, видео сабақтан ары қарай өзіңіз практикамен бәрін қосып бастап кетесіз. Кітап болса, еще бастап кетесіз, еще кітап қасыңызда тұрады, кейін ұмытып қалсаңыз қайтадан көресіз. Яғни курсты оқысаңыз, кітапты қосып береміз. Курс оқымайым, кітап алам десеңіз, пожалуйста, қазір 4990 теңге төлеп алсаңыз болды. Килограмм бізде 1200 теңгеден басталады. Доставка. 1200 теңгеден басталады. Заказ берсеңіз болады, иә. Так. Жақсы ма, соңғы 5 орын қалды, үлгеріңіздер. Кітапқа соңғы 5 орын қалды. Иә, бүгінгі ашылуға қарсы біз бағасын түсіріп жатырмыз. Енді бұдан кейін бағаларын өсетін болады. Яғни тікелей эфирде отырып, қазір төлем жасап үлгеріп алыңыздар. Мұқым дүние жүзінде болмаған 1688 кітабының ашылуына қатысып отқан бақытсыздар деп ойлаймын. Сіздер үшін өте қуаныштамын, себебі осы тікелей эфирге қатысып отқан кісілер, бизнесте жүрген кісілер, бизнесін бастағысы келіп жүрген кісілер, курс оқыған кісілер. Яғни онлайн бизнес бастап дамығысы келген кісілер. Яғни компания, көрдіңіз ба? Онлайн бизнес бастап, өз табыстарын үйдерінде отырып, болашақ бизнесмендер десем де болады. Қазір тікелей эфирде отырған кісілерге, себебі бұл кітапты алып, өзіңіздің онлайн бизнесіңізді бастап, Қытайдан тауар алып, өзіңіздің тауарыңызды сатып, сату өнерін үйреніп, бизнесіңізді бастап кететін болсаңыз, сіз әрине бизнесмен боласыз, иә, табыскер боласыз. Болашақ, яғни болашақтағы бизнес интернетте, иә, интернетте, яғни интернетте уже онлайн сату, яғни болашақта уже интернет арқылы адамдар тауар алады, болашақта базар болмайды, болашақта торговый центр болмайды, болашақта ешқандай бір нелер болмайды, бәрі онлайнға ауысады, адамдардың бәрі жалқауласып жатыр, ешкім базарға барып ешкім алғысы келмейді, уақытсын жібергісі келмейді. Барлық адамдар жалқауласып, дамуына байланысты адамдардың бәрі тек қана онлайн үйде отырып жұмыс жасайтын болады. Сол үшін сіз сол дәрежеге жеткен кезде үлкен миллионер, табыскер болғыңыз келсе, онда қазірден бастап уақытым жоқ, ақшам жоқ деп сылтауратып, өзіңізді жоқ деп өмір бойы жоқ болып өтпей, қазірден бастап өзіңіздің бизнесіңізді бастауға білім алып, онлайн бизнестегі бір өз орныңызды тауып, табыскер болуыңыз үшін дәл қазір қадам жасауыңызға мен сізге өте үлкен мүмкіндік беріп отырмын.